Да. Сәлем достар, сіздермен бірге Венера Хан. Бүгінгі тақырыпта елімізде болып жатырған дертке байланысты болмақ. Тақырыпта айтпас бұрын, яғни видеомды жалғастырмас бұрын сіздерден өтінерім лайк басып, комментарияға жазып және подписация етіп кетіп, бірінші болып менің видеомды көріңіз. Так, кеттік. Бірінші тақырып ол миымызды психологиялық түрде дайындаймыз. Екінші ол карантин кезінде қандай психологиялық әдістерді айта өтемін. Қандай психологиялық әдістермен айналысқан жөн. Үшінші ол өзімнің қолданып жүрген аффирмациям, яғни денсаулық аффирмациям, өзім күнделікті айтып қолданып жүрген аффирмациялармен бөлісетін боламын. Ал кеттік. Бірінші, миды қалай дайындаймыз? Ауру бірінші миға келеді. Сондықтан да миымызға тек қана позитивті информациялар, ақпараттар құямыз, позитивті көңіл күйде жүреміз, күліп жүреміз, және де отбасымыздан, яғни энергия алып, өзімізді шабыттандыратын мотивациялық видеолар қараймыз, өзіміз жақсы көретін хобби іспен айналысамыз, және тек қана позитивті ақпараттар қараңыз, интернеттен позитивті ойлар ойлаңыз және аффирмация айта жүріңіз, дұға тілектеріңізді айта жүріңіз дегім келеді. Екінші, егер адам мұнайып, негативке кете беретін болса, стресс ол адамның организмін иммунитетін төмендетеді. Сондықтан да тек қана позитив, тек қана жақсы көңіл күйде жүру, күліп жүру. Сосын психологиялық әдістер келесі. Психологиялық әдістер ол медитация. Медитация өте керемет, миды тынышталдырады. Таңертең жасасаңыз болады, ұйқыдан тұрғанда, және ұйықтар алдында жасасаңыз болады. Екінші, визуализация және аффирмация. Жақсы сөйлеп, өзіңіздің ойыңызды жақсы жаққа бұрып жүріңіз үнемі. Осы әдістерді қолдану арқылы сіз деген өзіңіздің миыңызды позитивке қарай бұрасыз. Үшінші, ол сіздермен бөлісіп кететін өзім қолданып жүрген аффирмацияларым. Менің денім сау, менің иммунитетім күшті, менің ағзам өзін өзі емдеп жатыр, мен мықтымын, менің бүкіл ағзам сау, менің ішкі ағзаларым қалыпты жұмыс істеп жатыр, менің барлық мүшем сау деген сияқты керемет денсаулыққа пайдалы аффирмациялар бірден-бір көмекке келеді. Яғни нәтижесі өте жоғары. Құрметті достар, бұдан да келесі жақсы видеоларды көру үшін менің каналыма тіркеліп, подписация батырмасын басып, лайк басып, және комментарияға өз ойларыңызды жазып, тағы да қандай ақпараттар білгіңіз келеді, психологиялық ақпараттар, қызықты ақпараттар білгіңіз келеді, соны жазып кете отырыңыз. Аман болыңыз, бай болыңыз, қуатты болыңыз, қазақ елім аман болсын. Сіздермен бірге болған Венера Хан. Рахмет.